Баршаңызға қайырлы кеш қыздар. Бүгін сіздермен сырный шарик әзірлейміз. Өте дәмді әрі оңай, көп уақытты да қажет етпейді. Мен комо сырын қолдандым. Сіздер кез келген ерігіш сырды қолдана берсеңіздер болады. Үккіштен жақсылап өткізіп аламыз. Үстіне бір жұмыртқа қосамыз. 3 ас қасық ұн қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын қоспамызды қолдың көмегімен жақсылап дөңгелек жасаймыз да ұнға аунатып аламыз. Барлық бетінен ұнға аунатамыз. Енді қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз сарғайғанша. Осымен біздің сырный шариктеріміз дайын. Өте оңай жасалуы, көп затты да қажет етпейді. Қонақтарыңызға жасап, дастарханның сәнін келтірсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Оспан Диана.